Адам жер бетінде пайда болған сәттен бастап технологияның дамуы мен өнертабыс қатар дамыды. Біз үңгірлерде өмір сүру деңгейінен айға қону мүмкіндігіне дейін жеттік. Бізге өз ортамызды қайта қарастырып, оны өз мүддемізге сәйкес өзгертуге тура келді. Ең маңыздысы, біз барлық мүмкін жолдарды пайдаланып тынымсыз білім іздеу үстіндеміз. Аспан ашық кезде түнгі көк жүзінің сия қараңғылығына жай көзбен мұқият қарайтын болсақ, ғарыш түнегінен көптеген жұлдыздарды байқаймыз. Арамызды 100 мыңдаған, тіпті миллиондаған жарық жылы бөліп тұр, ал кейбір галактикалардың жарығы әлі күнге дейін жер бетіне жеткені жоқ. Бірақ адамзат бұл түнектің бір жерінде ақыл-есі бар тіршілік иелері өмір сүретініне кәміл сенеді. Олар кімдер? Асқан ақылды тіршілік иелері ме, әлде ақылы құмырсқадан төмен субстанциялар ма? Егер жерден тыс өмір бар болса, адамның бәрін өзімен салыстырып өлшеуге бейім екендігі жасырын емес. Сондықтан біздің теорияларымыз айқын антропоцентризмге жақын. Бұның не жаман, не ақылға қонымды екенін уақыт көрсетеді. Алайда біздің соңғы белгіленген пунктіміз бар ма? Біз бәрі ашылып қойған немесе ашатын ештеңе қалмайтын деңгейге жете аламыз ба? Бірақ егер адамзат өркениетінің даму векторы жерден тыс ақыл-ойды іздеудің негізі ретінде қабылданса, онда жалпы нәтиже Кардашев шкаласына әкеп соғады. Бұл әйгілі кеңестік физик өркениеттерді технологиялық даму деңгейіне қарай жіктеуді ұсынды. Осы градацияға сәйкес біз бірінші деңгейдегі өркениетке де жете алмаймыз. Яғни қоғамды таяқпен басқарудан бастап, хайперлоуп вакуумдық пойызын іске қосуға дейінгі және қызыл планета Марсты отарлау әрекетіне дейінгі ең қиын жолдан өткен адамзат өз жұлдызын былай қойғанда әлі күнге дейін тіпті өз планетасының энергиясын толық пайдалана алмай отыр. Бірақ патетиканы қойып, әңгімемізді мәні бойынша өрбітейік. Ғалымдардың пікірінше Кардашевтың жалпы қабылданған градациясына сүйене отырып, адамдармен байланысқа түсе алатын жоғары дамыған өркениеттер қалай көрінуі мүмкін. Мысалы, Энрико Ферми әлеуеті көршілер бізден адамдар мен құмырсқалар қауымдастығын салыстырғандай сияқты ерекшеленуі мүмкін деп болжады. Қазір сіз оның не айтқысы келгенін түсінесіз. Сонымен біздің алдымызда нөлдік деңгейдегі өркениет, өз планетасының энергиясын толық пайдалана алмайтын өркениет. Карл Саганның есептеулеріне сәйкес, яғни бұл біз бірінші нөмірінің бағытына қарай жолдың шамамен 3-тен 2-сін жүріп шықтық. Бірақ әлі қалаған мақсатымызға жеткен жоқпыз. Бұл жоғары деңгейге жету үшін адамзат өз планетасының энергетикалық әлеуетін толық пайдалануды үйрену керек екенін көрсетеді. Әзірге біз мүмкін болатын пайыздың 0,17 бөлігін ғана тұтынамыз. Ең оптимистік болжамдар бойынша біз 100%-ға 1000 жылдан кейін жетеміз. Егер көрші өркениет бізбен шамамен бірдей шекте болса, онда олардың сигналдарын жер қабылдағышы неге қабылдай алмай жатқаны таңқаларлық емес. Өз планетасының энергиясын өз пайдасына асыра алатын бірінші типтегі өркениетке қарай жылжып келеміз. Бірақ технологиялық прогресс пен эволюцияны тоқтату қиын. Сондықтан мұндай ырғақта өмір сүретін басқа тіршілік иелері қоршаған аспан денелерін бағындыруға мәжбүр болады. Қазір біз Марсты отарлауға тырысып, баспалдақ сатыларынан аттап жылжуға әрекет жасап жатырмыз деген сөз. Бұл біздің галактикадағы көршілеріміз өз планеталарын толығымен басқара алады, ауа райына әсер ете алады, цунами мен жер сілкінісін, жанартаудың атқылауын тоқтата алады деген сөз. Яғни, өз аспан денесінің толыққанды иесі болып табылады. Осының бәрі біздің қолдан келмегендіктен, өркениеттің екінші деңгейіне жеткен жатпланеталықтар жерді басып алса, не болады деп болжаудың өзі қорқынышты. Олар адамзатты елемей, бізді жай ғана ара немесе маса үйірі ретінде қабылдайды. Сәйкесінше, олар үшін адам түрінің шығыны да түкке тұрмайды. Сонымен екінші деңгейдегі өркениеттің жаратылыстары кімдер? Біздің түсінігімізде оларды асқын ақыл иелері деп атауға болады. Сонымен қатар, әлемдік діндердің көпшілігі осындай байланыстан кейін өздерінің ережелері мен басылымдықтарын толығымен өзгертуі мүмкін. Қазір ғылымда Құдай сенім ретінде қабылданатын эфемерлі ұғым, бірақ құдіретті жаратылыстардың өздері төбемізден кеп түссе не болады? Бұл көпшілік адамзат нәсілінің санасына қалай әсер етеді? Кардашевтың шкаласы бойынша екінші типтегі өркениет аналық жұлдыздың энергиясын белсенді пайдаланады. Ол үшін сфера немесе Дайсон үйірі деп аталатын құрылым қажет. Осыған ұқсас орасан зор құрылыс Невинна Ларидің «Әлем сақина» атты романында сипатталған. Қазіргі кезеңде біз мұндай құрылыс туралы армандай да алмаймыз, өйткені оны тұрғызуға ғасырлар кетеді.
Сонымен қатар күн жүйесінің кейбір планеталарын пиксельге дейін бөлшектеу қажет болады. Ол үшін адамзаттың білімі де, техникасы да, уақыты да жоқ. Ал екінші типті өркениеттің тұрғындары өз жұлдызының ең қарапайым энергетикалық хабарламаларын қабылдай алатын мега құрылымды құрып қана қоймай, супер құрылымды толығымен қонысқа айналдырып сол жерде өмір сүре алады. Біз үшін әлі де қол жетімсіз деңгейге ие өркениет өкілдері астероидтарды өз қажеттіліктері үшін пайдалана отырып, олардың орбиталарын реттеп, кометалардың құйрықты беттерінің жолдарын еш қиындықсыз өзгертіп, көршілес аспан денелерінің айналуын бақылап, жалпы күнделікті істермен айналыса отырып, өздерінің планетарлық жүйенің толыққанды иелері ретінде сезіне алады. Үшінші деңгейдегі өркениет біздің түсінігімізден тыс нәрсе екенін түсіндірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені бұндай құдіретті өркениетке жеткен жаратылыс иелері бүкіл галактиканың энергиясын өзіне бағындыра алады. Оларға ғаламның кез келген галактикасының энергетикалық ресурстарын өндірудің, сақтаудың және пайдаланудың қалыптасқан жүйесі тиесілі. Титаникалық конгломераттың тұрғындары жұлдыздарды біріктіре алады, планетарлық жүйелерді араластыра алады, супер жаңа жарылыстарының қуатын өздеріне бағындыра алады, тіпті өздігінен жаңа жарық жұлдыздарды жасай алады. Үлкен планеталар олардың тас серіктері, аталған өркениет тұрғындарының қолында күнделікті қажеттіліктер үшін қолданылатын қарапайым құрылыс блоктарына айналады. Біздің технологиялық жетістіктеріміздің артта қалғанына қарамастан, жер астрономдары телескоптарға аталған өркениеттердің іздерін түсіруге міндетті. Мәселен, титаникалық құрылымдардың сынықтары немесе шектеулі жерлерде үнемі өзгеріп отыратын жарқырау. Енді айтыңыздаршы, біз мұндай нәрсені неге ешқашан көрген емеспіз? Жердегі адамдар шынымен ғаламда жалғыз болғаны ма? Бірақ жалғастырайық, өйткені бұл әлі соң емес. Біздің алдымызда адамзаттың бар екенін қалайда болсын байқамауы мүмкін өркениеттің тағы 3 түрі бар. Сіз де жүріп бара жатқан қызыл қоңызға мән бермейсіз ғой, дәл сол сияқты. Алдыңғы әлемдер бізге шындыққа жанаспайды, ал оларда өмір сүретін тіршілік иелері кішігірім құдайлар сияқты болып көрінсе. Назар аударыңыз, аренада өркениеттің 4-ші деңгейі. Мұнда бәрі де мүмкін. Бірінші кезекте ғаламның энергиясын пайдалану. Нәтижесінде ашылған көкжиектер таң қалдырады. Асқан жаратылыс иелері шектен тыс масштабтағы құрылымдарды жобалауға, макрокосмос заңдарын өзгертуге және кеңістіктік уақыттық континуумды басқаруға қабілетті. Негізінде олар ажалсыз да болуы мүмкін. Бірақ бұл антиутопияға сай келеді. 5-ші және 6-шы типті өркениеттің сипаттамасын күтесіз бе? Қысқаша айтқанда, бұл адамның санасынан тыс, елестету мүмкін емес нәрсе. Аталған екі әлем өз киімінде өскен сәбилер сияқты. Қатарынан бірнеше ғаламда және уақыттан тыс өмір сүретін өркениеттер. Елестету қиын болса да, аты аңызға айналған мектеп оларды осылай сипаттайды. Мұндай әсерге қол жеткізе алған абстрактілі тіршілік иелері шектер теориясының не екенін, энтропияны қалай жоюға немесе шындықтың құрылымын қалай өзгертуге болатындығын нақты біледі. Бәлкім, қазір көпшілік біз сеніп жүрген құдайлар 6-шы деңгейдегі өркениеттің өкілдері болуы мүмкін бе? Ол пікіріңізді теріске шығарғымыз келмейді. Теориялық тұрғыдан солай болуы мүмкін, өйткені құдіреттіліктерін ескеретін болсақ, мұндай конгломераттар басқа типтегі қауымдастықтарды дербес құра білуі мүмкін. Бұл ғаламдық хаосты реттеуден қиын ба? Көрермендерді интеллектуалды ойда қалдыруды жөн көріп отырмын, өйткені болуы ықтимал көршілеріміздің ұлылығын түсіну үшін уақыт қажет. Сонымен сіз бұл бейнені соңына дейін көрдіңіз, яғни сізге ұнады деген сөз. Олай болса, электронды бас бармақты көтерудің уақыты келді. Осыны жасаңыз, сонда ғалам сізді міндетті түрде марапаттайды.